бастайды. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюханнас. Ей адамдар. Антумул фуқарау илаллах. Сендер Аллаға мұқтажсыңдар дейді. Сендер Аллаға пақырсыңдар. Мына сөздің өзінде кәдімгідей шақыру тастап жүрегіңді езеді. Сенде ештеңке жоқ қой дейді бізге. Не бар сенде айтшы дейді. Сендер мұқтажсыңдар дейді. Мұқтаждықтың көкесін осы дүниеде сезе алмаған адам өлім сәті келген кезде сезеді. Бүкіл денесі қимылдай алмай, еркі қашып, өлім періштесінің мүлкіне айналған кезде. Сондықтан сондай сәт келмей тұрып, Алла Тағала, рахымды Алла, әлі де ғұмырларымыз аяқталмай тұрып, әлі де мүмкіндіктер бере тұрып, ей адамдар, сендер Аллаға мұқтажсыңдар деген үлкен маңызды тақырыпты жолдауын түсіріп отыр бізге. Сендер деген сөз, яғни барлықтарың, біреуің қалмай, күллілерің Аллаға мұқтажсыңдар дейді. Уаллаху, ал Аллах жалғыз өзі ғана әл-ғанию, мұқтажсыз бай дейді. Қараңыздар. Бай, мұқтажсыз. Яғни жақсыларыңда Алланың мүлкіне мүлк қоспайсыңдар дейді. Жамандарың Алланың мүлкінен мүлк кемітпейсіңдер. Әште ешқайсыларыңа мұқтаж емеспін деп отыр Алла Тағала. Мұсылманыңа да, мұсылман емесіңе де мұқтаж емеспін дейді. Бай, оның жалғыздығының екпіні осы жерде тұр. Бай, әсте мұқтаж емес. Әл-ғанию деген жаңа Тағаланың осы 99 есімдерінің бірі бізге баяндалған. Мұқтажсыз бай, және де әл-хамид, ол аса мақтаулы дейді. Сенің мақтауың керек болып тұрған жоқ дейді. Сен мақтамасаң, өзіңнің адам емес екеніңді көрсетіп жүрген адамсың дейді құр болды. Ешқандай қадірі жоқтығын білдіреді адамда. Сен мақтамасаң да, ол мақтаулы дейді. Күллі әлемді жаратпай тұрып мақтаулы болған ол. Міне осы екі есіммен шақыру тастап отыр ғой Алла Тағала бізге. Ол өте бай, ол мақтаулы. Ал сенде түк жоқ дейді. Сен тек сол байдың қамқорлығына кірсең, сол байдың мұқтажсыздың тәлім тәрбиесіне кірсең ғана сенде мәртебе пайда болады. Сондықтан сен тек қана Алламен ғана бай бола аласың дейді. Сен тек қана Алламен ғана мақтана аласың дейді. Сенде басқа еш нәрсе жоқ дейді. Осы дүниеге емтихан үшін келгенімізді Алла Тағала баяндайды. Бізге соншалықты мұқтаж емес екендігі, соншалықты бай екендігіне бір нәрсені көрсетіп кетіп жатыр. Келесі аятында қарасаңыздар. Ияша, қаласа болғаны дейді. Қараңыздар. Қаласа болғаны, юсхибукум, жердің бетінен кетіре салады дейді сендерді. Қараңыз. Не деген мәртебе Раббымыздың. Мұқтажсыз. Қаласа болғаны дейді. Күллеріңді кетіре салады дейді. Вая әтеби қаулықын жадид. Сосын жаңа жаратылысты алып келе салады дейді бұл жерге. Міне, қараңыз. Олай болса, сенің үніңнің қандай болу екен көрсетіп отыр Алла Тағала. Үніңнің қандай болу екен. Мұқтаждық деген нәрседе. Мысалы бір айқынырақ түсіну үшін, мына Әл-Уақиға сүресінде Алла Тағала кейбір нығметтерін баяндайды. Сол нығметтерін бір атап кетсек, сол аяттарды көмекке шақырып, аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Нахну халақнакум дейді. Біз дейді сендерді жаратқан. Яғни жоқ едіңдер деп тұр ғой. Жоқ едің, нөл, жоқсың. Біз сендерді жаратқан. Фәләулә тусаддиқун. Әлі де растай алмай тұрсыңдар ма дейді мені. Қарасаңыз қалай. Әлі де мені растай алмай тұрсыңдар ма дейді. Адам баласының сонша кәпір болғаны несі дейді Абаса сүресінде.
Кутилал инсану ма акфара. Өліп кеткір адам сонша күпірлікті қайдан тапқан дейді. Сонша кәпір болғаны несі? Жерде Алла Тағала айтып жатыр жаңа Уақиға сүресінде. Өз дейді сендерді жаратқан. Сонда да растамайсыңдар ма дейді. Сосын мынандай нығметінен бастайды. Афараайтум ма тумнун. Әлгі белдеріңнен шығарып жүрген тамшы ұрықты көрмедіңдер ме дейді. Қараңыз. Егер ол тоқтаса, ол болмаса, халық деген ұғым тоқтайды, болды, шежіре тоқтайды. Жоқ халық. Қараңыз, ұлттың санының көбеюі, халықтың санының көбеюі жер бетінде. Сол нәрсеге тәуелді. Қараңыз, мұқтаждығымыз қайда? Сол беліңнен шығарып жүрген тамшы деп айтып отыр ғой. Өйткені оны ешбір ғылым, технология жаратамайды. Сол себептен ол сондай бір көп айтыла беретін нәрсе болмаса да Раббың айтады оны саған. Әлгі беліңнен шығарып жүрген нәрсені көрмедіңдер ме дейді. Әнтум тахлуқунаху, шақыруды қалай тастайды. Сендер ме оны жаратып жүрген дейді. Қараңыз. Әм нахнул халиқун, әлде біз бе жаратып атқан дейді. Адам беліне сеніп жүрген шығар мүмкін. Сендер ме оны жаратып жатқан? Әлде біз бе оны жаратып жатқан? Нахну қаддарна байнаку вал маута. Сендердің тағы бір мұқтаж жерлерің дейді. Біз өлімді белгілеп қойғанбыз дейді сендерге, болды. Өлетін күндерің ғана келу қалды дейді. Өлімдеріңді белгілеп тастаған дейді. Тек сол күн күтілуде болды. Міне біздің мұқтаж тұсымыздағы. Жақында өлім періштесі келеді әркімге, болды. Мұқтажбыз.